Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте жақсы деген екі ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол екі ақша табу жолымен сіздер күніне 500-600 теңгеге дейін ешқандай қиналмастан, көп уақыт кетірместен таба аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде соңына дейін көреміз. Каналға әлі тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі қоңыраушаны басқан кезде сіздерде менің видеоларым ең бірінші болып шығады. Ал енді қараңыздар, соңғы видеода айтқан болатынмын, осы видео 1000 просмотр, 100 лайк жинаса, мен осы коммент жазған адамдардың арасынан екі адамға 1000 теңгеден салып жіберемін деп өкінішке орай жинамады. Сол себепті де ол розыгрыш осы видеоға көшеді. Яғни осы видео, қазір түсіріліп жатқан видео, келесі видео шыққанға дейін 1000 просмотр, 100 лайк жинаса, комментарий жазған адамдардың арасынан екі адамға 1000 теңгеден салып жіберетін боламын. Сол себепті де міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ал енді қараңыздар, бірінші приложение ол Make Money деп аталады. Бұл приложение ссылкасын мен міндетті түрде өзімнің Telegram каналыма тастап қоям. Екінші сайттың да ссылкасын міндетті түрде мен өзімнің Telegram каналыма тастаймын. Telegram каналымның ссылкасы закрепленный комментарийда болады. Ал енді қараңыздар, біріншісінен бұл жерден біз шынымен де ақша таба аламыз, бірақ айтарлықтай көп деп айта алмаймын. Ал екінші сайттан шынымен де біз жақсы ақша таба аламыз. Сол себепті де видеоны міндетті түрде соңына дейін көреміз. Ал енді қараңыздар, бұл сайт ең бірінші бұл сайтқа сіздер Play Market'тен скачать ете аласыздар. Одан кейін скачать етіп болғаннан кейін мен сіздерге ары қарай түсіндіремін. Қараңыздар, бұл жерде күнделікті награда бар. Әр күнделікті наградаға бізге 10.000 монета береді. Бұл жерде монетамыз долларға есептеледі. Яғни былайша айтқан кезде қазір біз осындай монеталарды жинаймыз. Бұндай монеталардың 3 миллионы 5 доллар болып саналады. Ал енді бұл жерде біз қалай бұндай монеталар табамыз? Бұндай монеталар табудың өте көп жолы бар. Мысалы қараңыздар, бұл жерде тез бітетін опростар бар, одан кейін ойындар бар. Әртүрлі, мысалы мафия деген 15 миллион бізге награда төлейді. Яғни 15 доллар төлейді бізге Mafia City'де. Біз қандай да бір уровеньге жеткеніміз үшін бізге 15 миллион 210 монета төлейді. Ол деген 15 доллар. Ал енді қараңыздар, біз бұны қалай жетеміз? Осы ойынды ойнаңыз, одан кейін 21 уровеньге дейін өзіңіздің особнягыңызды жеткізіңіз деп тұр. Одан кейін VPN қоспаңыз, просто соны жасап болсаңыз болды, ала аласыз деп тұр. Мен өзім мафия деген ойынды ойнап көрмегенмін, сол себепті де особняк деген қатты түсінбеймін. Одан кейін мына земля урожая деген бар, 315 мың монета төлейді. Тоже 15-ші левелға дейін жеткеніміз үшін міне состояние выживания деп тұр. Бұл жерде тоже 3 миллион 400 мың монета төлейді. Бұл жерде өздеріңіз көргенде бір заданияны орындап сразу ақшаны шешіп алуға болады. Бірақ менің ойымша мафия дегенде 21-ші уровеньге жету қиындау болады. Жаңа Юсуптан видеоларын көрген мафия жайлы мүмкін айға дейін кетіп қалу мүмкін. Сол себепті де мынандай земля урожая деген сияқты осындай нәрселерді орындап көрсеңіздер болады. Одан бөлек опростар бар. Опростар тез бітеді. Және де бізге әр опрос үшін 5000 монета береді. Мысалы қараңыздар. Міне менде опрос бітті деп айтуға болады. Я көргендеріңіздей маған монета берді. Одан кейін өздерінің браузерлері бар. Әртүрлі ойындар бар. Кішігірім опростар бар, үлкен опростар бар. Үлкен опростарды орындау қиын. Но в основном приложение тартып, сол приложениеда қандай да бір уровеньге жетіп көбірек ақша табуға болады. Мысалы қараңыздар, Король Блоков деп тұр. Бізге 301 уровеньді алатын болсақ, 760 мың монета береміз деп тұр. Ал енді бұл жерден ақша қайда шығады? Қазір қараңыздар. Бұл жерден ақша PayPalға шығады, және де көргендеріңізде менде 3,5 миллион монета 5 доллар екен. Ақша тек қана PayPalға ғана шығады. PayPalға қалай істейсіздер? Просто осы жерге PayPalға тіркелген электронный почталарыңызды жазасыздар. Мысалы қазір менде дәл осылай жазасыздар и все, сохранить электронный почта деген басасыздар. Міне отлично. Менде қазір PayPalға мен өкінішке орай шығара алмаймын, себебі менің PayPal'ымды заблокировать тастаған. Өздеріңіз көрсеңіздер болады, PayPal кошелек ашу оңай, бірақ PayPal'дан ақша шығару кішкене қиындыққа соғады. Ал енді екіншісі қараңыздар, ол қалайсың деген опросник. Бұл жерде бізге опростар орындағанымыз үшін 500 теңге, 600 теңге, 200 теңге, 300 теңге әртүрлі суммадағы ақшалар береді. Және де опростар
апта сайын кейде 2 апта сайын кейде айына 1 рет шығып тұрады. Опростар кейде редко шығады, кейде көп шығып кетеді бір-бірінен кейін. Бұл жерге ең бірінші менің телеграм каналымда тұрған ссылканы өтесіздер, одан кейін қараңыздар, email почта осы жерге жазасыздар, одан кейін пароль ойлап табасыздар. Екеуін ойлап тапқан соң регистрация жасайсыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін сіздерге Gmail почталарыңызға хат барады, сол хатты осы жаққа келіп жазасыздар. Немесе просто сол жерден ссылканы басасыздар, осы жаққа жібереді, верификацияны өтесіздер кішігірім. Ал енді қараңыздар, мен өзімнің аккаунтыма кірдім. Менде қазір 800 теңге бар, және де бір опрос тұр. Оны орындасам, маған 600 теңге береміз дейді. Сұрақтар өте көп, 44 сұрақ бар екен. Примерно 10 минуттай уақыт кетеді деп тұр орындауға. Одан бөлек, әр досымызды шақырғанымыз үшін бізге 50 теңге береді. Яғни сіздер достарыңызды шақырсаңыздар, сіздерге 50 теңге береді. Бұл жерде балл теңгемен есептеледі кәдімгідей. Одан кейін вывод средств, қараңыздар. Вывод жасау үшін сіздерге міндетті түрде айту паспорт, яғни верификация жасауларыңыз керек. Верификация қалай жасайсыздар? Сіздер 18-ден асқан болуларыңыз керек. Одан кейін бұл данныйларыңыз толтырып шығасыздар, удостоверениеңізден алдартын жібересіз деген сияқты. Ешқандай қиындығы жоқ. Мен примерно 2 жыл, 1,5 жыл алдын осы жерге верификация жасап, регистрация жасап қойғанмын. Және де примерно айына 4000-5000 теңгедей шығарып тұрамын. Мысалы, қараңыздар. Менде бұл жерде тек қана история операцияда шығарып жүрген балдар біледі, тек қана соңғы үшеуі ғана көрініп тұрады. Қараңыздар, менде тоже соңғылар көрініп тұр. 2000, 2000, 2100. Қазір 800 теңге бар, және де ана опросты орындаймын. Сонымен 600 теңге қосылады. Одан кейін редактировать профиля деген жерге кіріп, сіздер верификацияны өтесіздер. Верификацияны өткен кезде тағы да айтамын, 18+ болу керек. Өздеріңіздің удостоверенияларыңыз, мысалы 16-та болсаңыз, немесе удостоверение әлі алмаған болсаңыз, достарыңыздікімен, ағаларыңыздікімен жасасаңыздар болады. Одан кейін бұл жерден ақша қай жаққа шығады? Міне көргендеріңізде айту паспорт деп тұр. Ақша бұл жерден 24 касса деген кассаға шығады. Ол 24 кассада кішкене қиындықтар болуы мүмкін. Қараңыздар, қазір түсіндірем. Қараңыздар, менде қазір 24 кассам екінші телефонда, сол себепті де бұл жақта менде жоқ. Қараңыздар, плюс 24 деген осыны тартып аласыздар, осы 24 касса. Одан кейін бұл жерге де идентификацияны өтесіздер, яғни бұл жерге де верификация жасайсыздар. Верификация жасаған кезде сіздер міндетті түрде тағы да 18-ден асқан болуларыңыз керек. Жаңағы қалайсыңға жасаған удостоверениемен осы жаққа да жасай салсаңыздар болады. Бұл безопасный, кәдімгідей киви кошелек сияқты кошелек. Одан кейін қараңыздар, көп адам маған жазады, шынымен 5-6 адам жазады күніне. Қалайсыңдан, типа, сіздің 24 кассаңызға жібере салсақ бола ма деген сияқты. Мен қазір өзімнің 24 кассама ақша шығарып жүрген жоқпын. Менде 24 касса, мына жерге суретін қойып қоям, или телеграмға суретін тастай салам. Менде 24 касса жолдас баламдікіне ашқанмын. Себебі мен 24 кассамды дәл осылай заблокировать етіп тастады. Мен басында балдарға шарп беріп жүрмін, өзім 24 кассама шығарамын, сосын мен 24 кассамнан тоже Каспиге шығарамын, Каспиден оларға лақтырып жүрдім. Кейін менің 24 кассамды заблокировать етіп тастады. Одан кейін басқа досымның 24 кассасымен новый аккаунт аштым. Сол жерде қазір өзіме ғана шығарып жүрмін. Яғни басқа балдарға мен қазір шығарып бере алмаймын. Қалайсында жиналған ақшаларын. Өздеріңіз 24 касса ашу қиын емес негізі. Өздеріңіз ашып шығарып алсаңыздар болады. Одан кейін шынымен өздеріңіз де басқа адамдарға шығарып берудің қажеті жоқ. Серьезно, просто заблокировать етіп тастайық болды. Менде 2000 теңгеде қалып кеткен ішінде ескі аккаунтымның. Ал енді бұл жерде дәл осылай просто аккаунтқа келесіз, күніге осындай заданиялар шығып тұрады. Соларды орындасаңыздар жеткілікті. Одан бөлек бұл жерде розыгрыштар бар. Яғни өздеріңіздің балдарыңызды сіздер шығармай, осындай розыгрышқа қатысуларыңызға болады. Бұндай розыгрыштардан сіздер 20 мың, 25 мыңға дейін ұтып алуларыңызға болады. Мысалы, міне жеңімпаздар 2022 жыл деп тұр. Міне Динара Мұсабаева, осындай адамдар жеңіп алған. Просто сіз өзіңіздің балыңызбен розыгрышқа қатысасыз. А розыгрыштан ұтқан адам 20 мың теңге алады. Міне қараңыздар, мен мысалы барлығымен қатысыламын, мен бірақ қатыспаймын. Өмірінде бір рет қатысып көрмеген, осы қараңыздар. 10 адам ұтып алады екен 20 мың теңгеден. Дәл қазір қатысып жатқан балдар 81315 бал бар екен. Осы жерден ұтып қалсаңыздар 20 мың теңге. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылай қатыса аласыздар, ойнай аласыздар, ұта аласыздар. Мысалы опростарда өтірік орындап кете берудің қажеті жоқ. Негізінде қарап сәл оқып орындаған дұрыс. Ну, в основном қалайсында негізі жақсы. 95% сізге ақшаны төлейді. Бірақ сонда да қарап оқып орындаңыздар.